Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух, бауырларым менің. Мен қазір үлкен мәселені көтерейін деп отырмын. Сондықтан да асықпай мені аяғына дейін тыңдаңыздар. Егер де менің дикциям дұрыс болмай түсіне алмай қалсаңыздар, онда менің сайтым бар, umma.kz деген, сонда мысли на волнующие темы деген раздел бар. Сол разделға кірсеңіздер, осы лекцияның текстін оқи аласыздар. Сонымен Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, қайтыс болғаннан кейін мұсылмандар шайтанның азғыруымен масхабтар мен секталарға бөліне бастағанына міне 1400 жылдан асып кетті. Барлығы өздерінің масхабына немесе сектасына риза, және тек өздерінің сүннеттің жалғыз адал ізбасары деп санайды. Шииттер де өз кезегінде көптеген секталар мен ағымдарға бөлінді. Өкінішке орай ешқайсысы бұлардың Мұхаммедтің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның үмбетіне бірігуді қаламайды. Барлығы өз масхабына немесе сектасына риза. Шайтан оларға және өзінің жұмысына риза. Мен көптен бері сүннет бойынша сектанттықсыз намаз атты кітап жаздым. Онда исламның 1400 жылындағы масхабтар мен секталардың арасындағы намаздағы барлық келіспеушіліктер мен қайшылықтарды жоққа шығардым. Бірақ діни мәселеде сауатсыз шайтанның қызметкерлері, дін істер комитетінің төрағасы бастаған адамдар менің кітабымды шығаруға рұқсат бермей келе жатыр. Мен сауатсыз адамдарды масхабтар арасында ешқандай қайшылық жоқ. Олардың кез келген ұстануға болады деп алдап жүрген екіжүзділердің бәріне ерекше жауап бергім келеді. Егер барлық масхабтар дұрыс жолда болса, онда неге олардың біреуін ғана ұстанбайсыңдар? Мысал үшін тек намаз алайық. Барлық төрт масхабтың арасында намаз бойынша қайшылықтар мен келіспеушіліктерсіз төртеуі бірдей жауап беретін бірде-бір мәселе жоқ. Төртеуі төрт жаққа тартады. Барлық мәселеде олар бір-біріне қайшы келеді. Олардың қайсысын ұстануға кеңес бересіз? Бересіз. О шайтанның сектанттары. Сіздің қымбат уақытыңызды алмау үшін мен мына барлық адасқандарды Мұхаммед пайғамбардың үмбетіне біріктіру үшін не істеу керектігін сұраққа қысқаша жауап берейін. Жауабы өте қарапайым. Ол исламның бастапқы көздеріне оралу керек. Діннің негізгі қайнар көздері Құран мен Құранға қайшы келмейтін сүннеттің бөлігі болып табылады. Масхабтар мен секталар Құран мен сүннетті өздерінің ақыл ой деңгейімен түсінетін қарапайым адамдардың пікір екенін түсіну үшін көп ақыл қажет емес. Ақыл ойы бар қарапайым адам Құран мен сүннет тұрған кезде дүмше ғалымсымақтардың былшылынан шындықты іздейтіндей ештеңе жоқ екенін түсіну керек. Аллах Құранды адамдардың түсіну үшін жеңіл еткенін айтады. Ал шайтанның дүмше ғалымдары адамдарға білімсіз адасып қалмас үшін Құран мен сүннетті өз бетінше оқуға болмайды деп сендіріп келе жатыр осы уақытқа дейін. Енді мен сізге тек екі мысал келтірейін. Онда мен исламның барлық ұлы ғалымдары дейтін дүмше ғалымсымақтардың дін мәселелеріндегі сауатсыздығын дәлелдеп беремін. Аллах Құранда олар оның білімінен тек оның қалағанын ғана алады деп бізге анық айтады. Ал бұл дүмше ғалымдар білімді тек ұстаздар мен діни университет арқылы ғана алуға болады деп адамдарды алдайды. Осылайша олар адамдарды шайтанға адастыруда. Бұл аятта Аллах тек өзі ғана бізге қажетті білімді беретінін, біз өзіміз еркімізбен қажетті білімді ешқайдан ала алмайтынымызды анық айтады. 1400 жыл бұрын исламның ұлы ғалымы деп аталатындардың дүмшелердің ешқайсысы да Мұхаммед пайғамбардан, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, шапағат сұрай алмайтынын түсінбеді. Олар өздерінің надандығымен халықты адастырып, Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи вассаламды Аллах тағаланың өзімен бірдей деңгейге қойғызып, елге шірік жасатуда. Пайғамбардан шапағат сұраңдар деп. Бұлардың бәрі әл-Күрси аятын күніне бірнеше рет оқиды. Бірақ шайтан одан оларға ештеңе ұққызбайды. Аллах бұл аятта оның рұқсатынсыз оның алдында кім шапағат етеді деп анық айтады. Тағы қайталап айтайын. Оның рұқсатынсыз оның алдында кім шапағат етеді? Былайша айтқанда, Аллахтың рұқсатынсыз Аллахтың алдында кім шапағат етеді деп Аллах бұл аятта айтады. Көріп отырғаныңыздай, кім болса да ешкім өздігінен шапағат ете алмайды. Пайғамбарлар да сіз тұрады екен деп солай өз еркімен шапағатшы бола алмайды. Олар тек Алланың өзі риза болып көрсеткендері үшін ғана шапағат етеді. Сондықтан адам емес, тек жалғыз Аллах тағаладан Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи вассаламға сот күні сіз үшін шапағат етуге рұқсат беруін сұрауыңыз керек дұға жасаған кезде.
Көріп отырғаныңыздай, сіздің ұлы ғалымдарымыз Аллахтың шариғатының күрделі мәселелерін айтпағанның өзінде осындай қарапайым сұрақтардың өзін қорыта алмай бейшара болған. Олай болса, олар сізге ақиқат жолын қалай үйрете алады? Жақсы ойлаңыз. Сондықтан олардың бұлшытын қалдырып, тек Құран мен сүннетке еріңіздер. Сонда ғана барлық адасқандар Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның үмбетіне бірігіп өздерінің мазһабтары мен секталарын тастап кетеді. Сонда ғана бүкіл мұсылмандардың арасында ешқандай да қақтығыс болмайды, түсінбеушілік болмайды. Аллах Құранда егер өлсеңдер жамағат не мазһабшыл, ханафит, салафит болу емес, мұсылман болып өліңдер дейді. Сондықтан мұсылмандық болуға шақырам бәріңізді. Барлық сансыз, шексіз және шетсіз мақтаулар тек жалғыз Аллахқа тиесілі.